Қағба мен Зәмзәм құдығының арасын тек 21 метр ғана бөліп тұр. Құдықтың аузы тауап алаңның астында, қара тастың қатарында орналасқан. Оның мөлдір суын қос тараптан келіп құятын екі қайнар көзі бар. Алғашқысы қасиетті Қағба жағынан келсе, екіншісі Әби Құбайса тауы мен Сафа төбешік жағынан келіп қосылады. Бұл қасиетті құдық әрдайым таза қалпынан айнымайды. Ешқандай балдыр өспейді, жәндік кірмейді, әдеттегі сулар секілді қоқыстанып ластанбайды да. Бір кереметі, Зәмзәм суы қанша алынса да, оның орны сол сәтте-ақ қайта тола қалады. Секундына ең аз дегенде 11 литр шығарып отырса, ең жоғарғы деңгейі 18,5 литр. Бір таңғаларлығы, осыншама ғасыр ағыл-тегіл су шығарып жатқан Зәмзәм құдығының тереңдігі бар болғаны 31 метр ғана. Қасиетті Зәмзәм суының сапары құдықтың бетіне орнатылған екі алып сорғының жұмысымен басталады. Олар 24 сағат бойы Зәмзәм суын алма-кезек тоқтаусыз түрде сорып шығарып отырады. Сонан соң бірден Кудай ауданында орналасқан Король Абдулла атындағы Зәмзәм су қоймасына жіберіліп отырады. Бұл амал Зәмзәм суының қасиеттерін жоғалтып алмас үшін арнайы жабдықталған жерасты құбырлар арқылы үлкен қысымда жүзеге асады. Зәмзәм өзін жүрек қалауына айналдырған жандарға осылайша жол тартады. Мәдина қаласындағы пайғамбар мешітіне де Зәмзәм күнделікті сапар шегіп отырады. Ол сүйікті пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын қаласына арнайы жабдықталған су тасығыш көліктермен жеткізіледі. Олардың аузы аса мұқияттылықпен құлыпталады, және оны тек пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын мешітіндегі арнайы қызметкер ғана аша алады. Оның барлығы қасиетті суды қандай да бір зиянды нәрселерден сақтау үшін. Пайғамбар мешітіне жай күндері 150 мың литр су тасымалданса, қажылық, Рамазан секілді маусым кездері оның мөлшері 400 мың литрге дейін жетеді. Зәмзәмді сорғызу, айдау, құбырлар жүйесі мен су қоймалар істері СКАДА деп аталатын соңғы технология арқылы бақыланып отырады. Зәмзәм суы қос қасиетті мешітке стерилденген арнайы термос бөшкелермен тасылады. Екі мешіттегі бөшкелердің жалпы саны 40 мыңға дейін жетеді. Бөшкелер мешіттің тұс-тұсы мен бұрыш-бұрышына аса ұқыптылықпен қойылады. Олар екі қасиетті мешіттің ішінде орналасқан Зәмзәм суын құятын бірнеше орталықтарда толтырылады. Сосын қақпақтары мұқият жабылып, электрлі көліктерге артылады да, тізбектелген күйде мешіт ішіндегі орындарына бағыт алады. Мешітке келіп намаз оқушылардың қалауына сәйкес, қасиетті су салқын әрі жылы күйінде қойылады. Бөшкелердің жанына су ішу үшін пластик стакандар салынады. Олардың жалпы саны күн сайын 2 миллионға жетіп жығылады. Қажылардың денінің саулығы үшін әр стакан бір-ақ мәрте қолданылады. Бөшкелердің тағы бір ерекшелігі, олар Зәмзәмға шаң тозаң мен микроб түсіп ластанбас үшін жоғардан құлыптанып отырады. Зәмзәм бөшкелері сырттағы жуу орталықтарында әрдайым аса ыждахаттылықпен жуылып, стерилді кезеңнен өтіп отырады. Қос қасиетті мешіттің әрбір тұсына Зәмзәм ішу үшін арнайы крандар орнатылған. Олар барлық қабаттардағы бұрыштарға, дәліздерге және мешіттің сыртқы қабырғалары мен аулаларына дейін қойылған. Сонымен қатар Әл-Харам мешітінің шығыс жағында Зәмзәм суын елге тегін тарататын орталық ашылған. Кез келген қажы осы жерден өз ыдысымен Зәмзәм алып кете алады.
Бұған қоса жақында ғана мешіт ішінде көшпелі торсықтар қызметі іске қосылды. Олар Тауа балаңы секілді кісі көп жүретін жерлерге зәмзәм жеткізеді. Сондай-ақ олар мешіт ішіндегі қажыларға, намазда алғашқы сапта отырған кісілерге зәмзәм суы құйылған кішкентай құтылар таратады. Әл-Харам мешітінде ішілетін бір күндік зәмзәм суының мөлшері 700 000 литрге жетеді. Ал Рамазан, қажылық секілді маусым кездері күніне 2 миллион литр зәмзәм суы ішіледі. Зәмзәм суының күн сайынғы тазалығы мен зиянды микробтардан қауіпсіз болу үшін әртүрлі бөшкелер мен крандардан және су қоймаларынан сағат сайын сынама үлгілері алынып отырады. Ол өз кезегінде арнайы зертханада мұқият зерттеуден өткізіледі. Алынған үлгілердің бір күндік саны 100-ге жетеді. Қасиетті су күн сайын осы жолдармен жүріп өтеді. Қандай ғажап, керемет сапар. Бірақ көңілде бір маңызды сұрақ тұрады. Бұл қандай жоба? Зәмзәмнің мұншалықты қамқорлық қалынуы қалай жүзеге асырылып отыр? 2010 жылы Меккеде зәмзәм суына қатысты бұрын болмаған тарихи үлкен жоба жүзеге асырылды. Кудай ауданында алып зәмзәм зауыты іске қосылды. Қасиетті мекенге келген қажылардың зәмзәмға деген сағынышын оңай жолмен басып, бұған дейін болған түрлі кедергілердің бәрін жоюды мақсат етті бұл жоба. Зәмзәмді таза жолмен, қауіпсіз түрде ұсынуды көздеді. Қасиетті су енді түрлі микробтардан таза, саф қалпын сақтап, соңғы үлгідегі механикалық аппараттар арқылы ыдыстарға автоматты түрде толтырылып, автоматты түрде таратылатын болды. Сондай-ақ зауыттың орталық қоймасында қосымша қор ретінде 10 литрлік ыдыстарда 1,5 миллион дана ыдыста зәмзәм суы сақталған. Бұл жоба зәмзәм суы үшін болатын кезек пен кептелістің шешімін тапқан іс болды. Кез келген кісі төленген ақшасына сай шот фактураны QR код арқылы аппараттан өткізеді, керекті зәмзәм ыдысын автоматты жолмен шығарып ала алады. Әрдайым жақсылықты мақсат тұтқан көшбасшының жолы тек жақсылыққа жетелейді. Екі қасиетті мешіттің қызметкерлері бұл жолда қандай жанкештілікке баруға да әзір. Қандай қиындық болса да, олардың асыл мұратына кедергі бола алмақ емес. Зәмзәм суымен қамтамасыз етудің әлемдік деңгейдегі үлгісін көтеру үшін, әрі берекелі судың мөлдір қалпын сақтап қалу мақсатында, екі қасиетті мешітте ең таңдаулы қызметкерлер тобы құрметті қызметке әрдайым сақадай сай тұрады. Әлемдердің Раббысы Алла Тағаланың өзі оларды осы жұмысқа таңдап алып келгендей, олар өздерінің өмірлері мен тәжірибелерін зәмзәм суын Алланың жер бетіндегі ізгі құлдарына еш кедергісіз жеткізуге арнап жатыр. Өз ісінің ардақты шеберлері, ең таңдамалы басқарушылар мен жұмысшылар, ең үздік қызметкерлер мен жауапты тұлғалар, оларды жаратушы Алла Тағала мен қажылардың арасын жалғап жатқан алтын көпір десе болар. Олар осы ұлы жауапкершілікке сай, шынайы ықыласты, мызғымас дәстүріне айналдырып, оны жүрекке терең байлауға тырысқан жандар. Алланың елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, зәмзәм жайлы. Ол берекелі су, ол тойымды тағам деген.